Сәлем достар, сіздермен денсаулық зор байлық каналы. Достар, егер каналым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Достар, бүгін біз сіздермен цистит туралы айтатын боламыз. Цистит бұл қуықтың қабынуы. Циститпен балалар, ер адамдар, әсіресе жиі әйел адамдар ауырады. Қабынудың тудыратын микробтардың атаулары стафилококк, энтерококк, жыныс мүшелерінің инфекциясын қоздыратын бұл хламидоз, трихомоноз және кандида. Циститтің жедел түрінде адам кіші дәретке жиі барады. Зәр шығарғанда қуық тұсы, сегіз көзі сыздап ауырады және температурасы көтеріледі. Жедел түрін дер кезінде емдемесе, созылмалы түрге ауысып кетуі мүмкін. Циститтің созылмалы түрі қуықтың ісінуі, простатит, уретрит, тағы басқа ауруларды туғызуы мүмкін. Циститті емдеу жолдары: режимді диетаны дұрыс сақтап, консервіленген ащы соустарды, түрлі қосылған қоспалар бар тағамдарды, ішімдіктерден аулақ болғаныңыз жөн. Жеке гигиенаны дұрыс сақтамау және қуығында ақауы бар әйелдер леггинстерді, джинсы шалбарларды, костюм шалбарлардан аулақ болғаны дұрыс. Және дәрет қағазын жыныс мүшесіне тигізбей сүрту, стресстен аулақ болыңыз. Циститтің емдеу жолдары: бұл жеміс-жидектерді жиі жеу, денені жылы ұстау, жылы іш киім кию және де жылы басу керек. Жылы сұйықтықты көп ішкен дұрыс. Әсіресе сүт қосылған шайды және де минералды суларды ішкеніңіз дұрыс. Ал енді халық еміне келсек, бұл жерде аю жидек жапырақтарының тұнбасын ішкеніңіз жөн. Және де күніне кем дегенде 2 литр су ішіңіз. Бұл қуықты жақсы жууына көмектеседі. Және де ванна түрінде емдеу жолы: бұл түймедақ гүлінің қайнатпасын қосып, жылы ваннаға отыру керек. Суды кіндікке дейін жеткізіп, судың температурасы 39-40-қа дейін болуы керек. Және 10-20 минут отырғаныңыз жөн. Ваннаны қабылдағаннан соң жылы төсекке оранып жату керек. Әр адамның денсаулығы өз қолында. Денсаулықтарыңызды сақтап жүріңіздер, ауырмаңыздар.